Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қиярымызды осылай бірнеше бөлшекке бөліп, 4-5 етіп турап алатын боламыз. Содан соң суға піскен жұмыртқамызды дәл солай турап шығатын боламыз. Өте дәмді салат шығады. Келесі кезектегі капустамызды өте майда етіп тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып алатын боламыз. Содан соң кукурузымызды және де тұзымызды салатын боламыз. Дәміне қарай майонез өз қалауларыңызға қанша қоссаңыздар да. Барлығын толықтай араластырып шығамыз. Өте оңай салат дайын. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Өте дәмді салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.